Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Бүгінгі күндеріңе сәттілік тілеймін. Математика сабағын бастаймыз. Сабақтың тақырыбы метр, мен өсіп келемін. Бүгінгі сабақта сендер ұзындық өлшем бірліктерін ажыратып, құралдарын қолданатын боласыңдар. Өлшем жүргізуді, түрлендіруді, салыстыруды меңгересіңдер. Балалар, суреттегі ұзындықты өлшейтін құралдарды атаңдар. Олар сызғыш, рулетка, метрлік. Қанеки, метрлікпен өздеріңнің бойларыңды өлшеп көріңдерші. Өздеріңнің құшақтарыңды өлшеңдер. Ал экранда берілген суреттегі бірінші баланың бойының ұзындығы, биіктігі 1 метр 20 сантиметр. Екінші баланың құшағының ұзындығы 1 метр. Балалар, сантиметр, дециметрден ұзын өлшем бірлігі ол метр екенін таптыңдар. Яғни метрліктің көмегімен үлкен заттардың ұзындығын, биіктігін өлшейміз. Жарайсыңдар. Осы тапсырманы орындау барысында келесі қадамдарды орындадыңдар. Дәл өлшеу үшін ұзындықтың ұсақ өлшем бірлігі миллиметр қолданылатынын, алыс қашықтықты өлшеу үшін ұзындықтың ірі өлшем бірлігі километр қолданатынын білдіңдер. Қане балалар, экранда берілген ережені естеріңде сақтап, жаттап алыңдар. 1 метрде 10 дециметр бар. 1 дециметрде 10 сантиметр бар. 1 метрде 100 сантиметр бар. Енді балалар, экранда берілген келесі тапсырмаға назар аударамыз. Түсіндіре отырып, есептеп шығарып көріңдер. Керемет балалар, экрандағы берілген жауаптарға қарап, өз жауаптарыңды тексеріңдер. Балалар, экранда берілген есептің шартын мұқият тыңдаңдар. Тігін шеберханасы ұлдарға шалбар тігу үшін мата сатып алды. Бірінші орамда 10 метр, екіншіде 20 метр, ал үшіншіде бірінші және екінші орамда қанша болса, сонша метр мата болды. Үшінші орамда неше метр мата бар? Балалар, әуелі есептің шартын құрып аламыз. Есепте не белгілі? Не белгісіз? Есеп неше амалмен орындалады деп ойлайсыңдар? Сонша затты табу үшін қандай амалды қолданамыз? Ойланыңдар. Олай болса, экрандағы есептің жауабымен өз жауаптарыңды тексеріп көріңдер. Әрине, есеп бір амалмен орындалады. Сонша затты табу үшін қосу амалмен шығарады екенбіз. Есептің шешуіне назар аударамыз. 10 метрге 20 метрді қосатынын білдіңдер. Үшінші орамда 30 метр мата бар. Осы тапсырмаларды орындау барысында мынадай қадамдарды орындадыңдар. Керемет, барлықтарыңда сабаққа белсене араласты деп ойлаймын. Есептің шартын құруда, сұрағын қоюда, шешімін тауып, жауабын жазуда өте жақсы атсалыстыңдар. Балалар, өздеріңді тексеру үшін үйден өз белдеріңді өлшеңдер. Өлшеу нәтижелерін дециметрмен және сантиметрмен көрсетіңдер. Ұзындық өлшем бірліктері туралы алған білімдеріңді қорытындылаймыз. Бүгінгі сабақта сендер ұзындық өлшеу бірліктерін сантиметр, дециметр, метрді қолданып, шамаларды өлшеуді білдіңдер. Ұзындық өлшем бірліктерін түрлендіріп, салыстыра алдыңдар. Керемет! Математика сабағына белсенді қатысқандарыңа ризамын. Осымен сабағымызды аяқтаймыз. Сау болыңдар.